Казатомпром сияқты бірақ шетелдік компания туралы сұрағандарға жауап ретінде осы компанияны көрсеткім келіп отыр. Жоғарыдағы тикерінен көресіздер. liu.us деп тұр. Мен Freedom Broker'дан көрсетіп тұрмын. Сіздерде Freedom Broker бар болса, өздеріңіз брокерларыңыздан да қарап көре беріңіздер. Осы брокермен немесе жай liu деп жазып көрсеңіздер шығады. Жалпы бұл не компания, немен айналысады? Бұл Америкада уран байыту саласында жұмыс істейтін стратегиялық компания. Қазір ол ақш-тың ішкі уран байыту қайта құру саясатының негізгі пайда алушылардың бірі. Өйткені бұл компанияның ақш-та эксклюзивті келісім шарттары бар. Басқа компаниялар істей алмайтын, басқа компаниялар аламайтын кен орындары бар. Так, мынақта көресіздер, баға бір аптада 25%-ға түскен, бір айда 40%-ға түскен, бірақ жарты жылда 8%-ға өскен, бір жылда 78%-ға өскен деп тұр. Ары қарай талқылаймыз. Неге бұл акцияны маңызды деп қарастыруға болады? Өйткені қазіргі геосаяси жағдайға байланысты көп елдер ядролық отын бойынша өз-өзіне тәуелсіз болғысы келеді. Яғни басқа жерден, басқа мемлекеттерден ядролық шикізат алмастан бұрын өзінде өнсе деген бәрі сондай жоспар құрады. Сол үшін осы акцияның маңыздылығы сода. Энергетикада көміртекті азайту қазір жүріп жатыр бізде. Дата орталықтар мен IT инфрақұрылымдары өсу тұрақты. Үздіксіз электр энергиясы сұранысты артып жатыр. Бұл Centrus ақш-та NRC лицензиясы бар. Жоғары байытылған және төмен байытылған уранды өндіруге рұқсат алған жалғыз компания. Яғни жаңа буындағы атом реакторлары үшін аса маңызды отын. Былайша айтқанда, жалпақтармен сіздерге түсіндіріп өтем. Бұл жерде мемлекеттік қолдау, дайын лицензияланған өндіріс алаңдары және тексерілген центрофуга технологиясы бар бұл компанияда. Болашақ жоба ретінде қарастырады. Деңгейіне нақты коммерциялық масштабқа шығу үшін сондай бір жоспарлары бар. Енді бұл компанияның инвестициялық тәуекеліне келетін болсақ, бұл компания ақш энергетика министрлігімен $900 миллион болатында келісім шартқа ие. Бұл 6 қаңтар 26 жылы осы ақш энергетика министрлігімен осындай үлкен көлемде келісім шартқа отырған. Негізгі целевой бағасы міне $280 дейін барады деген Freedom аналитиктардың жоспары бар, болжамы бар. Қазіргі бағасы $200 шамасында. $900 миллион басқа, мысалы, бұл компания Агайо штатында осы атом өндірісін кеңейту жобасын қолға алған. Ол жерде $2,7 миллиард болатын федералдық бағдарламаны іске қоспақшы. Сондай қаржылық жаңалықтарына келетін болсақ. Және Теннесси штатында Oak Ridge дейді, сонда кен орны бар. Сол бойынша $560 миллион инвестиция салатыны жоспарланған. Яғни қаржылық жоспары өте жақсы деп қарастыруға болады. Бірден бір себебі мемлекетпен ақш-тың өзімен тікелей жоспарлары, келісімшарттары бар. Енді табыстар портфелін қарайық бұл жерде, сіздермен
табыс портфелін қарайтын болсақ, жалпы тапсырыс көлемі шамамен 4 миллиард доллар болады. 2040 жылға дейін мерзім беріп тұр. Оның ішінде 2,3 миллиард доллары коммерциялық завод бойынша соңғы инвестициялық шешімдерге байланысты. Компания негізінен ұзақ мерзімді өндіріс моделін қолданады. Ұзақ мерзімді өндіріс моделі дегеніміз, бұл 2-3 жылдық акция деп қарастыруға болмайды. Бұл инвестицияны 5-10 жылға деп. Алдағы 5-10 жылда байым десеңіздер, осы инвестициялық акцияны қарастыруға болады. Әрине, сіздерге ешкім қинап осы акцияны ал демейді, бірақ қарастырып көрсеңіздер болады. Кім доллармен инвестиция жасағысы келеді? Доллармен инвестиция жасағысы келетіндерге қарап көріңіздер, отчеттарын қарап көріңіздер, зерттеп көріңіздер деген сияқты. Негізінен бұл компания 90 жылдардан бері бар, бірақ 2014 жылдан бері ол қайта құрылды. Ал 2019 жылдан бері сондай өндіріске қатты басымдық берді. И 2025 жылы компания шамамен 900 килограмм алғашқы сондай атом өндірісіне қажетті шикізатты өндірген. 900 килограммның өзі почти 1 тонна жаман емес. Тағы да айтып кететін, бұл жаңа технологияны қолданады, ескі реакторлармен жұмыс істемейді. Бұл жерде тағы айтып кететін, бұл мемлекеттік бағдарламаға өте сондай жақын компания, неге өйткені ақш Ресей уранына тәуелділікті азайтқысы келеді. Бағана басында айтып кеткенде жасанды интеллект пен дата орталықтарды көбейту үшін керек, және электр энергиясы жыл сайын үлкен сұранысқа ие, сұранысы арта береді. Қысқаша, бұл ақштың ядролық өндірісті қайта жандандыру үшін ставка жасалынатын компания. Жаңа буын редакторлары бағана айтып кеткен соған ставка жасалады, және ұзақ мерзімді энергетикалық трансформацияға сондай ставка қоюға болады. Осы үшеуін атап өтіп кеттім. Барынша сіздерге жалпақ тілмен қысқаша түсіндіруге тырыстым. Әрине, қатқалған инвестициялық идея емес, бірақ сіздер өздеріңіз қарастырып көріңіздер. Енді Қазақстандағы Қазатомнан басқа балама акция сұраған